Достар, ассалаумағалейкум. Осылай аман-есен ұшаққа отырып жолға шықтық. Жолда керемет елдерді көрдік жоғарыдан. Шаммен Өзбекстан, Түркменстан, Араб елдері деген Иран. Жолға тамақ берді. Скат компаниясы тамақтары жақсы. Сонымен 7 сағаттай ұшып бардық Мысыр еліне. Аман-есен қондық. Аэропорттан бірден өзімізге сим-карта алдық. Қазір Мысырдың өзінің сим-картасы. Сосын бізді гид күтіп алды. Гид бізді түнгі Шарм-эль-Шейхпен қыдыртып отельге алып барды. Біз отельге шамамен сол жақтың уақытымен 11:30-дарда бардық. Отельдің аты Stella de Mar, 5 жұлдызды отель. Осындай гид болды бізде. Ахмет деген есімі. Кішігірім өзінің кеңестерін айтты. Долларды қайда майдалау керек, таксиге қанша төлеу керек деген сияқты. Оның бәрі өте маңызды кеңестер. Ол туралы кейінірек айтатын боламын. Аман-есен жеттік отельге. Осы біздің отель 5 жұлдызды Stella de Mar. Осылай ресепшнге бізді гид тапсырды. Керекті құжаттарын толтырдық. Және бізді ресепшн қабылдап алып, номерімізді белгілеп, кілтімізді беріп, консьерж жігітке тапсырды. Бәрі өте мәз, бәрі өте жылы қабылдады. Египет елі бұл мұсылман елі. 85% қателеспесем мұсылман дінін қабылдағандар. Сейчас это 7-й ресепшн. Окей. Номерімізге алып келді, және номеріміз көңілден шықты. Тіпті асып деп айтуға болады. Өте керемет. Бәрі таптыза, жинақы. Осындай номер. Түнгі уақытта келгесін біз бірден шаршап ұйықтап қалдық. Және таңертең тұрсақ осындай керемет балконнан көрініс көрдік. Өте керемет көрініс. Қызыл теңіз. Бұл сәт өте әсерлі болды бізге. Египеттің қазіргі бір плюсы басқа елдерге қарағанда бұл жерде әлі all inclusive өте жақсы дамыған. Ол тамақтардың бәрі тегін. Завтрак, обед, ужин, тіпті полдник деген бар, поздний ужин деген бар. Қалаған тамағını салып алып жей бересің. Первый, второй, сырлар, салаттар, тәттілер, фрукты, овощи қазіргі сезонға байланысты барлары. Сусындар да тегін, тек сусындар тек қана ыдыста ала аласыз, стақанда немесе керамикалық ыдыста, шыны ыдыста. Ал бөтелкемен алу бөлек ақшамен сатып аласыз. Тамақтан болған соң теңіз жағасына бардық, теңіз көру үшін. Міне қызыл теңіз осы. Бірақ біз уақыт жоғалтпау үшін бірден қалаға шығып кеттік. Намабей деген районға барып, базарынан өзімізге керек заттарды алуға. Міне осы базар, бірақ бұл базар күндіз жұмыс істемейді екен. Тек қана кешке сағат 5-те ашылып, түнгі 4-5-ке дейін жұмыс істейді екен. Бірақ бірең сараң бүйректер ашық тұр, соның бірі бізді алдап-сулап кіргізіп алды. Сөйтіп кіргізіп алып, өзінің заттарын ұсына бастады. Чай, кофе, су ұсынып, заттары жаңағындай өздерінің осындай керемет суреттері, Египеттің әйгілі майлары, дохилары, майздары. Осылай әңгіменің арасында олар жайлап бізге $30 деп дохиын орап дайындап қойыпты. Бірақ әрине біз қарап тұратын біз бар ма? $30 емес, бірден $5 бер дедік. Басында жылап жер жазады, бірақ ақырында $5 бізге соны берді. Осы суреттерінде біраз сатпақшы болды, бірақ бізге суреттерін керек емес деп айттық, бірақ сонда да
Өте керемет, әдемі суреттер. Әйгілі папирустан жасалған ғой. Ал мына осы мысырдың мысықтары ерекше, мысықтардың өзі. Сосын бір бутикке кіріп футболка, жейделер алдық және шомылуға керек заттар. Мысалы осы жейдені $15 деп тұрды, бірақ біз оны да $5 түсіріп алдық. Сөйтіп отельге барсақ, біз отельні гид күтіп отыр екен, өзінің турларын көрсетті, бірақ өте қымбат екен. Біз отельден бөлек Миша деген бір жігіт тауып алып, сол жігіттің турларын алдық. Оның турлары 2, кейде 3 есе арзан түседі екен. Ол турларда біз ертең келесі видеоға шығаратын боламыз, көріңіздер. Міне біздің отель. Отель бар. Бұл ғимарат 7 қабатты. Және бір қызығы төмен қарай орналасқан. Мысалы қазір біз осы келген қабат бұл 7-ші қабат. И төмен қарай түсе береді. 6, 5, 4, 3, 2. Hello. Бір кісілер уже қайтып жатыр. Біз келіп жатырмыз. Ресепшн. Қазір бізде шамамен сағаты 11:30 болды. Біз қазір поздний ужин деген бар. Түнде жаңағыдай выпечкалар, пирожныйлар береді. Соны барып жеуге барамыз. Өте керемет отель. Біз қазір төмен түсеміз. Айда ханым, может, немен түсеміз бе, лестницамен? Или посмотри. Онда мен төмен түсем, түсем. Мен сіздерге көрсету үшін лифтпен емес, былай түсейін, лестницамен. Негізі осындай лифт бар. Айжа ханымыз лифтке мінді. Ол кісі төмен қарап түсіп бара жатыр ресторанға. Мен сіздерге отельмен таныстырайын шамалы. Отельдің куполын қараңыздар, өте керемет жасалған. Лифттен бөлек көрсетеді. Түсуге болады баспалдақпен. Өте гүлдер егілген. Бәрі кәдімгі шынайы гүлдер. Арнайы болған жұмысшылар бар қарайтын. Баспалдақпен төмен түсеміз. Ары қарай дыбысты өшіруге мәжбүрмін. Астында бір музыка ойнап жатыр. Ол музыка авторлық құқығы бар музыка. Ал YouTube оған блок қояды, сол үшін ол музыкасыз видеоны көреміз. Бірақ бәрі комментарий болады. Жаңа көргендеріңіз ол кітапхана, әлемнің әйгілі кітаптары бар екен. Келесі қабатты көрейік. Келесі қабатта холлында демалыс орындары осылай орналасқан. Күнде кешкісін үй халқын келіп отырып, демалып әңгіме айтуға болады. Достарыңызбен, жаңа достарыңызбен. Ал мұнда комнаталар, номерлер осы отельдің. Келесі қабатты көрейік. Келесі қабатта басқа да қызықты дүниелер бар. Мысалы, мына қабатта бізде бильярд, яғни пул деген бильярд бар. Бұл жерде де ойнадық бильярд. Қызықты. Мына жерде спа, сұлулық салоны бар. Қазір сағат түнгі 11:30 болғасын, бәрі жабық тұр. Ал мұнда біз үстел теннисі және үстел футболын ойнағанбыз. Бұл да жабық тұр. Сағат 11-де бәрі жабылады. Міне. Осы отельдің демалушыларына бөгет болмау үшін сағат 11-де бәрін жауып қояды. Астын қабатты көрейік. Келесі.
астыңғы қабаттың холлы осындай керемет. Кеттік. Астыңғы қабатта да осындай оранжерея бар. Тірі гүлдер. Өте әдемі, көзін жауын алады, қараңыздар. Және мұнда осы соңғы қабатта дүкендер орналасқан. Киім дүкендері, киім керек болса. Мұнда жаңағыдай суға жүзуге арналған құрылғылар, сөмкелер, Мысырдың әйгілі майлары, майзары, бәрі сатылады. Әрине жай самалы қымбаттау. Мұнда лифті бояп жатыр. Мұнда тапты медклиника бар, бірақ ол бөлек ақша төлейсіз оған қызметіне. Осындай дүкендер. Күміс жүзіктер, сырғалар, бұйымдар, жалпы Пандора деген. Ал мұнда Ретрова деген кафе бар. Айран ханым отыр бізді күтіп. Ретрова бардың ішін сізге көрсетейін. Мұнда да бір керемет әуен ойнап жатыр. Ол әуен де әйгілі Тарканның әуені. Сол үшін оған авторы құқық бар. YouTube блокқа тықпау үшін дыбысты өшіріп қойдық. Ішінде қызу кеш болып жатыр. Жұрттар билеп отыр. Айжан ханым келіп жатыр билеуге. Шамамен. Жарайды, біз шығып ары қарай отельді көрейік. Мұнда бар, бұл жерде мороженое алуға болады күндіз. Ал анау тұрған біздің күнде тамақтанатын La Terrassa деген керемет ресторанымыз. Іші өте керемет, тап-таза, әдемі жасалған. Біз сыртқа шығып көрейік енді. Мұнда осындай бассейн орналасқан, суы күндіз жып-жылы, ішінде бар орналасқан. Қалаған сусыңызды алып іше бересіз. Ал мынау сахна. Күнде кешке осы сахнада живой концерт болады, керемет әуендер айтылады. Қазір енді сағат 11-ден кейін бәрі тынышталады. Осы бардың бассейннің шетінде де отыратын орындар бар. Ол жерде жұрт таңғы ас, түскі ас, кешкі ас ішуге болады отырып. Орын тапсаңыз, отыра бересіз. Және достар, бізгі all inclusive болғасын, осының бәрі тегін. Бассейн болсын, баня болсын, гидромассаж, тамақ, пляж, жалпы бәрі тегін. Сондықтан сіздер кеңес берем. Саяхат алған кезде all inclusive алуға тырысыңыздар. Егер әрине ол елде болса. Ал бұл Египетте ол өте көп all inclusive. Сіздерге қазір төмендегі тағы бассейнді көрсетем. Жаңа бассейнде мысалы үшін бала-шағаға түсуге болмайды, себебі ол жердің барында арақ-шарап сатылады. Ал мына бассейнде бәрі түсе береді. Бұл жерде арақ-шарап сатылмайды. Бұл жерінде су өте жылы. Ал анау алыста Қызыл теңіз орналасқан. Қарағанда көрінбейді. Ертең күндіз тағы көресіздер. Достар, айтпақшы, бұл видеодан кейін басқа да видеомызды көріңіздер. Осы Шарм-эль-Шейхке байланысты Сохо скверіне барған видеомыз бар, және яхтаға шыққан турымыз бар. Оны да көріңіздер. Өте қызықты видеолар. Сол үшін каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар, достар. Сіздерге ол қиын емес, ал біз үшін өте маңызды. Мына бассейн мына жерден өте тағы әдемі көрінеді. Және мына переходты өте әдемі істеген, қараңыздар. Кәдімгідей тау тастың таулы құммен жасаған. Табиғи. Пальмалар анда өсіп тұр. Осы жерден солға бұрылсақ, теңізге, пляжға барамыз, ал оңға бұрылсақ, біздің вилла румдарға барамыз. Вилла рум дегеніміз екі қабатты керемет үйшіктер, вилла сияқты.
сондықтан аты вилла дейді. Міне осындай. Мұнда біздің вилла орналасқан, және біздің номеріміз 2-ші қабатта. Және біздің балконнан қазір керемет көріністер көресіздер. Ол өкінішке орай қараңғыда көрінбейді онша, ал күндіз өте керемет көрініс ашылады теңізге қарай. Осылай шығамыз. Ана отельдің кіреберіс жері ғой. Мына біздің номер. Бізге арнайы кілт берілген, магнитті кілт. Сол кілтті еске қоямыз, ашамыз. Және арнайы осы кілтті қоятын тесікке кілт салсақ, вуаля, светтер жанады, жарық қосылады. Өте керемет, ыңғайлы, әрі эконом. Міне осында керемет біздің номеріміз. Бізге өте ұнады. Бүгін біз кетер кезде осылай $1 тастағанбыз, және міне осындай сый бізге осы номерді жинаған кісіден. Аққу мен жүрек. Өте ыңғайлы номер. Мына осы жерде балкон. Балконды ашсақ, ар жақта қызыл теңіз көрінеді күндіз. Қазір қараңғыда онша көрінбейді. Мына отырған қызыл теңіз. Қазір енді ваннан көрсетейін. Жуынатын бөлмені. Осындай, олар керемет. Тап-таза іші. Очень көңілінен шықты. Және ең бастысы айтатын кеңес, еш уақытта жуынған кезде аузыңызды кранның суымен жумаңыз. Ол су ішіңізді ауыртуы мүмкін. Себебі тұзы мол су өте. Сол үшін күнде сіздерге арнайы 1 литр су әкеліп береді, фильтрдің суын. Сонымен тісіңізді жуып аласыз. Осындай сейф бар. Ол сейфке өзіңіз қалаған кодыңызды қойып, заттарыңызды салып қоясыз. Ақша болсын, документ болсын. Осындай керемет рум тур. Ал бұл осындай мини бар. Ішінде күндіз ауыстырады сусындарды. Бәрі тегін. Сок, 7-Up, Pepsi, астында су және сыра бар, бірақ сыраны біз ішпейміз, сыра тұрады. Достар, осы каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Сіздерге ол қиын емес, ал біз үшін өте маңызды достар. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар.